Мен мынау 2022-2023 жылы оқу жылында 10 сынып оқушыларына алынған қолданбалы курста алған, яғни курстағы математика деген тақырыпты түсіндірме жұмысын жүргізуді жөн көріп санап отыр. Бұл сабағының тақырыбы құрылыстағы математика болып табылады. Бұл құрылыстағы математиканың, яғни бізде Калинин айтқанда, егер сіз үлкен өмірге қатысқыңыз келсе, онда мүмкіндік болған кезде басыңызды математикамен толтырыңыз деген сөзбен бастасақ, бұл сабағымыздың мақсаты, оқушыларға түсіндіретін болсақ, мақсаты құрылысшының кәсіби қызметіндегі математиканың рөлін зерттеу және күнделікті өмірде математиканың құрылыс саласындағы қолданысын зерделеу. Енді осыған қысқаша тоқталып кететін болсақ, бізде бірінші құрылысшы мамандығы өте ежелгі. Тарихи сәулет ғимараттарының арқасында біз ата-бабаларымыздың өмірі мен мәдениеті туралы көп нәрсені білеміз. Көптеген құрылымдар бүгінгі күнге дейін сақталған. Олардың жасы мыңжылдықтармен өлшенеді. Енді неге математика құрылысшы? Өйткені жақсы тұрақты ғимарат салу үшін оны ең алдымен қазақта айтады, яғни 7 рет өлшеп, 1 рет кес дейді. Сол, яғни бізде не учаскені өлшеудің өзінен басталады. Құрылыс жобаны дайындау, сызба дайындау, бұл математиканы білмеу. Бұны математиканы білмей жасау мүмкін емес. Сондай-ақ құрылыс материалдарын өлшеу, құрылыс уақытын есептеу, қанша қажет келген қаражат қажеттігін есептеу, бұл жалпы құрылыс саласымен математиканың байланыстылығын көрсетеді. Енді қысқаша жол жасап кететін болсақ, жалпы әрбір жұмысшыға математикалық білім қажет екендігі түсінікті. Бұл яғни өмірдегі құрылыстар, бұл ғимараттар, инженерлік құрылыс, көпірлер салу, жолдар салу, аэродромдар салу, бұлардың барлығы математикамен тығыз байланыста екенін білеміз. Енді әртүрлі салаларға қысқаша тоқталып кететін болсақ, біз құрылыс саласын бірқатар мамандықтармен, техникамен емес, атаулы жүйелермен жұмыс істейді. Олар жақсы бағдарлануы, шартты белгілерді, құжаттарды, мәтіндерді түсінуі, қандай да бір объектілердің сызбаларын, мәтіндердің құжаттарын, кестелерін, формулаларын, каталогтарды жасауда өңдеуі тиіс. Енді құрылысшы мамандығының ішінде көптеген мамандықтар бар. Бұлар яғни тас қалаушы, шыны қалаушы, монтаждаушы, сылақшы, сырлаушы, бетоншы, ағаш ұстасы, плитка жасаушы, шатыршы және тағы басқа. Бұлардың барлығы бізде математикамен тығыз байланыста екенін білеміз. Мамандығы техник құрылысшы болатын болса, яғни бұл саланың, бұл мамандықтың техник құрылысшының математикамен байланысына тоқталып кетейік. Техник құрылысшы, бұл яғни математикалық білім керек. Бұл жерде бізде бүтін және өлшек сандарға есептерді шешу, санның бөлігін табу, оның бөлігі бойынша санды табу, яғни бұл техник құрылысшы мамандығына аса қажетті тақырыптар математика саласында. Яғни берілген санның пайызын табу, пайызы бойынша санды табу, беттің ауданын табу, көлемін табу, массын табу, барлығы осы техник құрылысшы мамандығына қажет болады. Ағаш ұстасына. Ағаш ұстасы бұл яғни бізде эскиздер бойынша белгілер, сылақ жұмыстарына арналған шаблондар жасау, яғни қалыптар жасау, бұның барлығы есепті қажет етеді. Ағаш ұстасының математикалық білім, яғни геометриялық денелер туралы түсінік керек, паркет пішінін анықтай білу керек, берілген масштабта паркет салудың практикалық жұмысы. Тас қалаушы мамандығы. Дәл сондай бұл кісіге де пайыз ұғымы, беттің ауданын табу, көлемін табу, массаны табу. Бұл яғни әр тастың өлшемін қанша объектіге қанша тас кететінін анықтауға қажет болады. Плитка ілу, яғни кафель дейміз қазіргі тілмен, кафель жабыстырушы. Бұл кісілерге де математикалық білім, бұл жерде де пайыз ұғымы, беттің ауданы, көлемі, массасы табу қажет болады. Плитканың өлшемі мысал келтіретін болса, плитканың өлшемі 20 сантиметрге 20 сантиметр болатын болса, үйдің биіктігі 7 метр, жағы 80 метр болатын шаршы бағанды қаптау үшін қажет плиткалардың санын анықтаңыз. Яғни, мына суреттегі көрсетіп тұрған бағанды қаптауға қанша плитка керектігін анықтау үшін бұл жерде аудан есептеу керек болады. Яғни, мына дененің ауданын өлшеп, плитканың ауданына бөлсе, сол кезде плитка саны шығатын болады. Біз яғни мысал келтіре білетін болсақ, бұл жерде көп бізде мысалға параллель бет, егер мысалға бөлменің ішін қаптайтын болса, енді шатыршы мамандығы. Бұл шатыршы мамандығына әсіресе математика қатты қажет. Бұл жерде сызу, геометрияның негіздерін білу, тиісті құралдардың сызғыш, резинус және жұмыс істей білуді қамтиды. Сылақшы мамандығына да математика қажет болады. Бұл жерде формулалар, беттер салбырату, яғни қарапайым қатқыштар, яғни ол жерде қолдың
қандай өлшемдегі тартқыш қажеттілігі, оның барлығы осы мамандықтарға қажет болады. Енді мынау бізде яғни математика құрылыспен қатысты есептерге мысалдар келтіріп жүрсек, мысалға сылақты кептіруге арналған бізде калорифер дейміз, яғни пеш үрлеу пеші. Бұл яғни калорифер пеші егер бір жылытқыш күн ішінде 160 метр куб бөлмені 160 метр куб аудан жылытуға арналған болса, бөлменің өлшемі ұзындығы 20 және 10 және 3 метр биіктікті құрайды. Осы жерді неше күнде жылытады. Осыны есептеуге болады мысалға. Және мысалға ерітінді қоспаның қозғалтқыштығын анықтаған кезде анықтамалық, яғни бізде конус арқылы есептеледі, шелекке салу арқылы есептеу. Бұның барлығы құрылыс пен математиканың арасында бір-бірімен байланысқан мысалдар келтірді. Назарларыңызға рахмет.